Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Анар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін пеште дайындалатын, салмасына 40 қабат қосылатын өте дәмді бәліштердің рецептісімен бөлісетін боламын. Және де салмасына 40 қабатты қалай өте дәмді қылып жасаудың да құпиясымен бөлісетін боламын. Мен екі түрлі әдіспен дайындадым. Менде мынандай 2 протеин шықты. Қараңыз, екінші түрін осылай 3 бұрыштылап жасаған едім. Барлығына ұнап, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіз. Қамырына қажетті заттар: сұйық май, қант, дрожжи, жылы сүт қажет болады. Сүтіңізді міндетті түрде жылытып алыңыздар. Ұн қажет болады. Мен мына жерде ұнды артығымен алдым, бірақ описанияда қанша кеткенін толығымен жазып өтемін. Тұз және жұмыртқа. Жасалу жолы: бірінші, жылы сүтімізді құямыз, оған қантымызды және ашытқымызды салып, тұзымызды саламыз, жақсылап барлығын араластырамыз. Осы жерде жұмыртқамызды да, сұйық маймызды да қосып жібереміз. Енді әрі қарай ұнымызды жаймен салатын боламыз, бөліп. Міндетті түрде ситадан өткізіп алыңыздар електен. Яғни сіздің қамырыңыздың жақсы көтерілуіне септігін тигізетін болады. Мінекей, барлық ұнды бірден салып жібермеңіз, міндетті түрде 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Сонда жаңағы көп ұн кетпейтін болады. Егер ұнның барлығын салып жіберсеңіз, сізге көп ұн қосып жіберіп, сіздің қамырыңыз қатты болып кетуі мүмкін. Мына жерде менде 550 грамм ұн кетті. Соның 450 граммындай саламыз да, қалғанын алып қоя тұрамыз 100 граммын. Қазір оны астына сеуіп, илеген кезде солай қолданатын боламын. Қамырымызды жақсылап біріктіріп, қолымызбен илеп, барлығын біріктіреміз. Өте көп ұн қоспаңыздар, жаңағы рецептте көрсетілген ұнды қосыңыздар. Ыдысымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды салып, одан кейін бетін жауып, жылы жерге 45 минутқа қоямыз. Осы кезде біз жайлап начинкамызды дайындауға кірісетін боламыз. Ары қарай салмасын дайындайық. Ол үшін бізге 40 қабат, жуа, сәбіз, сарымсақ және укроп керек болады, және де әртүрлі дәмдеуіштер қажет болады. Өз еркіңізде дәмдеуіштерді өзіңіздің талғамыңызбен алсаңыз да болады. Және де сұйық май қажет болады. Ең бірінші жуамызды жақсылап кубиктап турап аламыз, уақтап. Одан кейін терканың ең жаңағы үлкен көзінен сәбізімізді өткізіп аламыз. Одан кейін 40 қабатымызды да жақсылап осылай ұзыншылап кесетін боламыз. Табамызды алып, астын қыздырып, орташа отқа қойып, сұйық майымызды алдымен құямыз. Одан кейін кішкене қызған соң жаңа жуамызды салып жібереміз. Жуамызды 1 минут шамасында қуырып аламыз жай отта. Одан кейін үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, осы жуа екеуін 2 минуттың шамасында бетін жаппай жақсылап қуырып аламыз. 2 минут жеткілікті болады. Енді ары қарай біздер жаңағы дәмдеуіштерін салуға кірісетін боламыз. Осы жерде ұсақтап тұрылған сарымсағымызды салып жібердім, және де енді дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Паприка, қарабұрыш, кориандр сияқты дәмдеуіштерді мен қостым. Сіз өзіңіздің қалауыңызда қандай үйде дәмдеуіштеріңіз бар, соларды қоссаңыз да болады. Және тұзды да салып жібердім. Әрине барлығын дәмін қарап, дәм тұзын қарап, өз қалауыңызбен салсаңыз да болады.
барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін енді қырыққабатымызды салатын боламыз. Қырыққабатымыздың барлығын салып жақсылап, тағы да бір 3-4 рет араластырып жіберіп, 20 минутқа бетін жауып, жай отта пісіреміз. Міндетті түрде арасында келіп бұлғап, яғни араластырып тұрыңыздар. Өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Егер араластырмасаңыз. Бұл жерде мен ешқандай да су қосқан жоқпын, өйткені қырыққабаттың суы шықты. Енді сіздер өздеріңіз егер асты жабысып қалып жатқан жағдайда аздап су қоссаңыздар болады. Негізінде қырыққабаттың өзінің суы шығады. 20 минуттай бетін жауып, осылай арасында араластырып тұрамыз. Сонда жақсылап пісіп шығатын болады. Біздің қамырымыз 45 минут тұрып, жақсы болып көтерілді. Енді қамырымызды ары қарай бәліштерімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай ұзыншалап алып, теңдей бөліктерге бөлетін боламыз. Мен мына жерде арнайы таразыны қолдандым. 50 граммнан есептедім. 50-52 граммнан есептедім. Менде 19 дана бәліш шықты. 2 противень шықты менде. Теңдей 19 бөлікке бөліп, осылай дөңгелектеп, формасын келтіріп, бетін жауып қойдым. Біздің салмамыз дайын болды. Қараңыз, өте дәмді болып шықты салмасының өзі. Және суытуға қойып қоямыз. Суу керек кішкене. Ары қарай енді бәліштерімізді түйетін боламыз. Ең бірінші осылай оқтаудың көмегімен мен дөңгелектеп, формасын келтіріп алдым. Жаңағы бір ас қасықта толтырып салдым салмасын. Осылай түйіп шықтым. Сіз өз қалауыңызда қалай түйсеңіз де. Осылай түйген жағын астына қаратып салдым. Өйткені біздің бәліштеріміз соңғы піскен кезде көтерілетін болады. Сол себепті осылай салып жатырмын. Бір жұмыртқаның сары уызына бір ас қасық сүт екеуін араластырып